Таразыны қажет етпейтін пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны ақырына шейін көріңіз. Таза ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып алатын боламыз. Әбден араластырып, шым-шым тұз қосатын боламыз. Және де араластырып, қантымызды салатын боламыз. Қантымыз ергенше араластыратын боламыз. Кішкентай ожаумен сұйық майымызды құятын боламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Жылы сүтімізді құятын боламыз. Қатты ыстықта болмау керек, қатты салқында болмау керек. Құрамын астына жазып кеттім. Еленген ұнымызды салатын боламыз. Бір пачка разредитель салатын боламыз. Бір қалыпты масса болғанша араластыратын боламыз. Табамызға пакнардың қағазын қойып, пирогымызды құйып шығатын боламыз. Пешімізді қосып, 180 градуста 30-20 минут пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі пісіреді. Менікі 30 минутта пісіп қалды. Осындай оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Парақшам пайдалы, подписка тіркеліп, қоңырау басуды ұмытпаңыз.